мысық па күшік пе, әйтеуір бір нәрсе алдарынан көлбеңдеп шыға келгенге ұқсайды. Батыр шалт қимылдап көліктен түсті. Айман да іле-шала не болғанын білуге асықты. Көліктен 1 метрдей жерде қанға бөккен кішкентай қыз бала тұралап жатыр еді. Күртешесі Айманның көзіне оттай басылды. Айманның аяғы істен шығып тұрған жерінде былқ етіп отыра қалды. Бұл жадырын жарып шыққан жалғыз қызы Дария болатын. Анашым. Дарияның бұл сөзі Айманның жүрегіне қанжардай қадалды. Енді бәрі бекер. Қызым, Дария, деп Айман қызына еңбектеп барды. Қанға бөккен балапанның бетінен шөпілдетіп сүйе берді. Жолға неге шықтың? Неге? Батыр бәрін түсінді. Бұл жолы жедел жәрдем шын келді. Айман бүкіл әлемге лағнет айтып қызының артынан ілесті. Бір сәтте бөтен болған қосағына соңғы рет өтініш айтайын, қызыма апаршы, деп жалынды. Батыр үндеген жоқ. Қызың бар екенін менен неге жасырдың? Айтсаң түсінер едім ғой, қабылдар едім ғой, баланың кінәсі жоқ, деді Батыр көлік айдап келе жатып. Қалай, шын ба? Батыр, мені кешірші, әкеңе бар. Әкең жарымжан емес, ол алтын адам. Қызым үшін бәрін ойлап тапқан мен едім. Мені кешірші, жалынамын. Мен бейбақты кешірші, шарасыз болдым. Қу жоқшылық мені осы жолға итермеледі. Қызымды жеткізу үшін баспана іздедім. Мені қалай жазаласаң да көтерем, көнем, тек қызым аман қалсыншы. Аллам, жалынам, қызымды қайтаршы өзіме, тірі қалдыршы. Барымды берейін, қаласаң мені ал, тек қызымды ала көрмеші. Батыр, айтшы, қызым тірі қалады ғой, солай ма? Деп не айтып не қойғанын білмей сандырақтай берді Айман. Көрер жарығы бар екен, Дария тірі қалды. Бірақ жұлыны зақым алып төсекке танылды. Жансақтау бөлімінен бері шыққан жоқ. Абыр-сабыр басылған соң Батыр мен Айман қарттар үйіне барды. Бұл уақытта ерлі-зайыпты бір-біріне кім екендерін білмейтін, әрі қарай өмір жолдары бір үрлеме, әлде екіге айырылама, ол да уақыт еншісінде қалған сұрақ еді. Батыр әкесін бұл ғимараттан таба алған жоқ. Жүсіп ақсақалдың сіз тияқты ұлы бар ма еді? Біз ешкімі жоқ шығар деп ойладық, деді қызметшілердің бірі. Бұл сөз Батырдың жүрегін тіліп өтті. Жүсіп өкпесі асқынып, өкпе ауруын емдейтін ауруханаға жатқызылған еді. Алып ұшып сонда барды. Әкесін көрген бойда Батыр сілейіп тұрып қалды. Бір уыс боп шөгіп кеткен Жүсіп өздігінен жүріп тұра алмайтын халде еді. Қуарған аппақ жүзін әжім жапқан ақсақал баласын көргенде ауа жұту үшін қойылған аппараттың ар жағынан кемсеңдеп сала берді. Әке, мені кешірші, мен сені әкетуге келдім, жүр кетейік бұл жерден, үйге барамыз, деді Батыр. Өкінішке орай дәрігерлер Жүсіпті үйіне жібере алмады. Өкпесінің жартысы жоқ, бұл кісінің өмірі санаулы, жүрегі ғана ұстап тұр. Ең көп дегенде бір айға шыдаса шыдайды, шыдамаса дайын жүріңіздер, деді дәрігер. Балам, сені кешірдім, кештім. Мені ойлама, өзіңді ойла. Жалғанда қалған тұяғым, арғы дүниеде де сенің тілеуіңді тілеп жатармын. Анаңның жанына жерлерсің, сүйегімді ауылға апар. Демін бітіп бара жатқанын сезіп жүрмін. Анаңның жанында алаңсы жатайын. Мынаны ал балам, мынаның ішінде ақша бар, зейнетақым бар, деп қолы қалтырап қалтасынан карточкасын алып шықты да баласына берді. Сол жердегі қызметкерлерден естіді. Жүсіп осы жаққа түскен кезде түрмеден шыққан бір топ адамнан таяқ жепті. Зейнетақыңды бер шал деп әлгі түрмеден шыққандар бұны тепкінің астына алыпты. Қызметкерлер әрең ажыратыпты. Бақса, бұл жақ ешкімі жоқ қаңғыбастар көп келетін қорқынышты мекен екен. Батыр көлікке келді де еңкілдеп жылады. Жастай анамнан жетім қалып азапты көп көрдім. Әкем байғұс қарекеті жеткенше бағып-қағып адам етті. Үйленіп үйлі болам деп арам ойлы әйелге тап болдым. Сол әйелдің айтағына еріп өз әкемді мына қолыммен қарттар үйіне өткіздім. Сол күнді қарғыс атсын деп кімге айтып жатқаны белгісіз, өз-өзінен сөйлеп ұзақ жылады. Айман үндемеді. Не дейді? Айтып отырғанның бәрі рас. Бұл тірлігінің жауабын да алып отырғанын түсінеді. Арам пиғылы қаршадай қыздың обалына қалды. Айман да бұл күндері сүлдерін сүйретіп әрең жүрген еді. Өмірінің мағынасы болған қызының аянышты хәлін көрген сайын өзін-өзі жегідей жейді. Батырдың үйінен азын-аулақ киім-кешегін алды да бір күнде көшіп кетті. Батыр қарсы болған жоқ. Әйелін үнсіздікпен, салқынқандылықпен жазалады. Айман қарт әжесі тұратын жалдамалы пәтерге барды. Әжесінің құлағы естімейтін. Күнде ауруханаға келеді. Дарияның шарасыз халін көріп, көз жасын көлдетіп сағаттап отырады. Асылында, пенде баласы қандай іс жасаса да, бұл дүниеден жазасын алмай өмірден өтпейтінге ұқсайды. Егер атама қастандық жасамағанымда, қызым бұндай жағдайға түспес еді-ау деген ой келген сайын өзін қоярға жер таппайды. Бармағын тістейді.
Ал Батыр болса бұл күндері тек аурухананың есігін күзететін болған. Өмірінен мән кеткелі қашан. Әкесін қарттар үйіне өткізген күннен бастап өзге батырға айналған. Әкеңіздің халі өте нашар. Бұл сөзді естігелі де бірнеше күн болды. Жүрегі мықты екен, 2 апта ажалға беріспей жатты. 2 аптадан соң Жүсіптің демі үзілді. Батыр жылаған жоқ. Жақында қауышамыз, әке, бар айтқаны осы. Батырдың бұл сөзін көп адам түсінген жоқ. Әкесі өлгенде неге жыламайды деп таңғалғандары да болды. Еркектің өмірі бірегей сұр түске боялған. Бар ойы Құдайдың бұйрығын күтпей, ана дүниеге сұранбай бару. Әкесін жерлеп келді де Батыр үйін айналдырып жанармаймен асықпай қоршады. Сөйтіп үйдің ішіне кіріп, үсті басына түгелдей жанармай құйды. Өртеніп өлмек. Сөйтіп ыңылдап ән айтты. Соңғы рет. Бала кездегі арманы әнші болу еді. Әншілердің сән салтанаты қатты баурайтын. Шіркін, мен де әнші болсам деген аялы арманы орындалмаған күйі өшкелі тұр. Сіріңкені қолына алды. Бір тал шырпы жеткілікті. Төңірек лап етіп бірден жанады. Өмір тәтті екен. Өзін өлімге қимай біраз уақыт тұрып қалды. Сіріңкені енді тұтатқаны сол еді, сыртқы есік сықыр етіп ашылды. «Кірме!» деп айғайлап үлгерді Батыр. Ащы етін жалмаңдай шарпыған қызыл жалын Батырдың жан даусын шығарды. Қайда барарын білмей, дел сал күйде үйге аяңдаған Айман не дерін білмей тұрып қалды. Жанармайдың иісін сезген, бірақ Батыр өзін өртеп өледі деген ой үш иықтаса түсіне кірмепті. Өрт күш алып, санаулы секундтардың ішінде үйдің ішін түгел жалмай бастады. Айман есінен танып құлап түсті. Батыр да, Айман да, үйде, көлікте түгел дерлік жанып кетті. Бұл жерде тек күл ғана қалды. Осынау оқиғаны естіген жұрт егіле жылады. Шешесі өртенген күні жан сақтау бөлімінде жатқан Дария көзін ашыпты. Дәрігерлер енді орнынан тұрмайды деген қыз Құдайдың құдіретімен орнынан тұрып, анашым деп анасын іздепті. Сөйтіп, Батыр да, Айман да, қария да дүниеден озып, бұл өмірде Дария ғана қалды. Әңгіменің соңы.